Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер? Бүгінгі 6 сыныппен өткізілген сабақтың тақырыбы рационал сандарға арифметикалық амалдар қолдану. Оқу мақсаттары рационал сандар мен арифметикалық амалдарды орындау. Бағалау критерийлері. Білім алушы рационал сандарды қосу және азайту, көбейту және бөлу ережелерін пайдалана алады. Амалдарды орындау ретімен орындай алады және өрнектің сандық мәнін таба алады. Сабақта бес алынды. Сабақта шапшаң болды. Жақсы. Есепті дұрыс шығарды. Жақсы, рахмет. Олар бүгін сіздерге мен де сәттілік тілеймін. Сабағымызды бастайық. Отыра қаламыз. Дәптерлеріңізді ашып бүгінгі сынып жұмысын жазамыз. Бүгін бізде рационал сандарға арифметикалық амалдарды қайталау сабағын өтеміз. Бірінші осы жаңағы тақырыптарды біз алдыңғы сабақтарда өттік, соларды қайта еске түсіру үшін капутпен жұмыс жасай қояйық. Телефондарымызды шығара қоясыңдар. Телефондарымызды шығара қояйық, қанекей балалар. Мен қазір мына қосамын. Табиғат жүзі Нелер беріледі? Сұрақтарға жауап береміз. Ауызша жауап береміз, бір-бірімен ақылдасып отырып. Ауызша жауап береміз. Бермей қалды. Былай береміз. Екеуіміз бір қағаз, бір қағаз. Бәріне ауызша. Мына бәрі сұрақтар. Сұрақтарға қанекей. Қандай сандар 10 сандар деп аталады. 10 сандарда өзі таңбасы плюс болып есептеледі. Мысалы, тақтаға сыздық. 10 жақта 10 сандар, ал сол жақта ол теріс сандар болып саналады. Екінші сұрақта қандай сандар теріс сандар деп аталады. Теріс сандар сол жақтағы болып есептеледі. Нөлдің сол жағындағы сандар деп аталады. Нөлдің сол жағындағы сандар. Және оған минус деген белгісі қосылады. Жақсы, керемет, рахмет. Үшінші сұраққа екінші топ жауап бере қоямыз. Қандай сандар қарама-қарсы сандар деп аталады. Минус пен плюс, мысалы, 10 сандар және теріс сандар ол қарама-қарсы сандар. Молодцы балықтар. Енді бүгінгі сабақты қорытындылайтын, қазір біз сіздерден Google формамен тест жұмысын жасай қояйық.